Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода біз ең дәмді әрі ең тез дайындалатын құймақтың рецептімен бөлісетін боламыз. Сіздермен бірге мен Нұрдана. Бізге керекті заттар қант, сүт, жұмыртқа, ас содасы, ұн және де сұйық май қажет. Ендеше біз рецептімізді бастаймыз. Ең алдымен ыдысымызға сүтті құямыз. Одан кейін бір дана жұмыртқаны саламыз. Жақсылап шанышқының көмегімен араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін 3 қасық қант саламыз. Және де қантты салғаннан кейін де ұзақ уақыт араластырғанымыз жөн. Өйткені қант бізде еруі керек және де дәмді болып шығады сол кезде. Жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін ұнды саламыз. Ұнды жаймен салып отырып, одан кейін араластыру керек, сонда жақсы шығады бізде тестіміз. Неке ұзақ уақыт бойы осылайынан араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін жарты чайный ложкадай ас содасын саламыз. Және де одан кейін де қайтадан жақсылап ұзақ уақыт бойы араластырамыз. Неке бізде ұзақ уақыт араластыруымыз керек осылайынан. Және де достар, сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін, себебі ең дәмді әрі күшті болып шығатын рецепт сала дейдің. Жақсылап осылай салып аламыз, қайтадан ұзақ уақыт бойы араластырамыз. Жақсы көпіру үшін, жақсы болып шығу үшін ұзақ араластырғандарыңыз жөн. Өйткені арасында ұнның түйіршіктері қалып қалуы мүмкін, солардың барлығын жақсылап араластыру керек. Және де достар, сұйық болғаны жақсы болып шығады. Пісіргенге де өте оңай болады. Енді сұйық майды құйып, жақсылап екі жағынан аунатып пісіріп аламыз. Және де достар, сіздерге кеңес, пісірген кезде екі жағынан аударып, және де ұзақ уақыт ұстағандарыңыз жөн. Қатты ұзақ ұстамаңыздар. Мінекей бізде дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Лайк басып келіп кетіңіздер. Сау болыңыздар. Рахмет.